Құрметті ұстаздар, бүгін сіздермен Excel электронды кестесінде қалай кесте құру туралы көрсететін боламын. Ол үшін алдымен Excel программасын іске қосамыз. Енді әркімнің компьютерінде әртүрлі орналасқан Excel. Менде осы іске қосу, міне Excel бағдарламасын іске қосамыз. Яғни бұл Excel программасы офистің құрамына жататын программа. Міне осылай іске қосқаннан кейін енді біз осы Excel'де кесте құру, диаграмма құру, немесе математикалық формулаларды пайдаланып пайыздарын шығару, түрлі көптеген нәрселерді жасай аламыз. Енді бүгінгі біздің бірінші сабағымыз жалпы Excel электронды кестесінде сыныптың тізімін жазу, қалай кесте құру сол туралы көрсететін боламын. Жалпы Excel терезесі ашылған кезде міне осылай көрініс табады. Енді осы жерде жоғарғы жағында А, Б, С, Д дегеннің барлығы бізде бұлар бағандар деп аталады, ал мынау қатарлар деп аталады. Енді осы жерде мынау әр жерге барып шертсек, мынандай ұяшық пайда болады, яғни бұл қазіргі осы сәттегі белсенді ұяшық деген сөз. Мысалы, мына жерге бассам, бұны біз С3 ұяшығы деп айтамыз. Мына жерге бассам, Д5 ұяшығы деп айтамыз. Яғни ұяшық дегеніміз мынау баған мен қатардың қиылысқан жерін біз ұяшық деп айтады екенбіз. Ал енді кестені қалай жасаймыз? Мысалы, сіздерге мысал ретінде біз сыныптың тізімін жазу керек болады. Немесе тест алдық оқушылардың, енді сол тест бойынша біз оның диаграммасын шығаруымыз керек болады. Қазір сіздерге жалпы кестені қалай құру туралы көрсететін болады. Енді мысалы бізде сынып тізімі дейтін болсақ, мектебімізді жазып сынып тізімі дейтін болсақ, мысалы осы жоғарғы жақтан емес, мысалы А2 ұяшығынан немесе Б2 ұяшығынан бастап жаза беруімізге болады. Мысалы жазайық. Қаратөбе негізгі орта мектебінің 7-ші сынып оқушылар тізімі. Енді қазір сәл үлкейтіп қояйын. Осылай жаздық. Енді біздің бұл ұяшықтарымыздың барлығын біріктіруіміз үшін, мысалы мына жердегі ұяшық қалып кетті, осыны қосуымыз үшін осылай белгілеп бояп аламыз. Жоғарғы жақтағы объединить и поместить в центр деген үстін бассақ, біздің жазған жазуымыз барлығы ұяшықтар бірігіп, бір ұяшықтың ішіне жазылды. Енді бұның арасын сәл ашуымызға тура келеді. Ол үшін мынау екінші қатардың астындағы бағанға барсақ, қатарға барсақ, осы жерде біздің курсорымыз бұлай өзгереді. Осы кезде осы курсорды ұстап алып, астына биіктігін, біздің ұяшығымыздың арасы сәл биіктігі ашылды. Енді біздің мына жазған жазуымыз төменге қарай түсіп кетті, таске түсіп кетті. Енді оны бір қалыпқа қою үшін, ортаға қою үшін, төбегі жоғарғы жақта мына жерде мынандай белгі бар, главная бөлімінде. Мына жердегі выровнять посередине деген бассақ, біздікі ортаға бір әдемі болып көрініп тұр. Немесе мына қасындағысын бассақ, ол жоғарыға, мынау төменге, мынау ортаға, бізге осы ортаға қойып қоюымыз керек. Ортаға қойып қоямыз. Міне, енді кестемізді құрайғы. Жалпы бірінші ұяшықта бізде нөмір қоюымыз керек. Нөмірі, одан кейін бізде аты жөні болады. Одан кейін сыныбы болады, пәні болады, мекен жайы деп мысал ретінде сіздерге түсіндіріп жатырмын. Енді бұны қалай қоямыз? Жалпы біздің кестеміз қағазға шығарған кезде қазір бұндай ақ болып кестесі көрінбей қалады. Сол үшін біз бұған шекарасын қоюымыз керек, границасын қоюымыз керек. Ол үшін осылай бояп аламыз. Міне қай жерге дейін мысалы 10-ға дейін жазайық, осы жерге дейін бояп аламыз. Сосын мына жоғарғы жаққа қарасаңыздар, мынандай терезенің суреті тұр. Южная граница деп. Осының қасындағы бағдарды бассақ, бізде міне все границы, барлық граница мына жерде тұр, барлық шекара осының үстін бассақ, міне
Біздікі кәдімгі борттағыдай бір не істеп берді, кестемізді сызып берді. Енді осы жерде мынау нөмір қоятын жеріміз бізде қатты ашылып кеткен, я. Енді оны туралауымыз үшін мынау А бағанының жанына барсақ, бізде мынандай курсорымыз өзгереді. Осы кезде осыны ұстап алып, міне былай сырғытамыз. Енді аты жөнін жазатын болсақ, мысалы сыймай қалуы мүмкін, иә. Мысалы Әбдіқалықова Айзат. Бізде мынау ұяшықтан асып С ұяшығына кетіп қалды, иә. Енді оны не істейміз, яғни сыйғызу үшін мына В бағанында барсақ, мынандай болып өзгереді курсорымыз. Осы кезде ұстап алып, міне оны тартамыз. Әлі де сыймай тұр, тағы да ұстап алып тартамыз. Міне сонда В4 ұяшығында бізде оқушының аты жөні жазылды, иә. Келесі бізде мына жерде мекен жайы деген екен, бізде мына жері, иә, мына жерлердің барлығы бізде бөлініп кетті. Енді ол үшін не істейміз, мынау Е деген бағанды былай міне тартамыз. Бұл Е бағанында тұрау керек. Е3 ұяшығында, иә, міне мекен жайы, енді мына жерге жаза береміз. Ұпай саны деген сияқты, иә, ұпай саны. Мына сыймай қалған кезде ол осылай шығып кетеді. Енді ұстап алып былай міне жылжытамыз. Ұпай саны. Одан кейін тағы да не жазсақ болады. Мысалы, өздеріңіз жасап жатқан жұмыстарыңызға байланысты. Ұпай саны, енді көшесі дей салайын, мысалы ретінде. Көшесі. Енді бізде мысалы сыныпта 20 оқушы болу керек деген, немесе 15 оқушы. Енді бұл жерге біз әр қайсына 1, 2 деп жазып тұрмай, бұл жерге бірден автоматты түрде толтыруға болады. Ол үшін осы А4 ұяшығына апарып шертеміз. Сосын shift пернесімен мына жердегі төменге қараған бағдарды бассақ пернетақтадан, бізде міне ол былай боялып шығады, міне. Енді осы кезде мынау курсорымызды осы 2-нің тұсына апарсақ, бізде осындай 4 бұрыш болып өзгереді. Осы кезде осыны ұстап алсақ, міне 3 болды, 4 болды, 5. Міне осылай тартсақ, бізде автоматты түрде не істеді? Автоматты түрде бізде нөмірлеріміз қойылып шықты. Енді мысалы сыныпта 12 оқушы болды. Енді бізде мына жерде бізде шекарасы түспей қалды, иә. Егер біз бұны параққа шығаратын болсақ, ол тура дәл осылай мына жақтары көрінбей ақ болып түсіп қалады. Енді оны қалай қоямыз шекарасын? Ол үшін осы бөлінген жерін былай бояп аламыз. Сосын мына жоғарыдағы мына терезе тұсына басамыз. Все границы деп басамыз, міне. Бізде барлығы боялып шықты, иә, кесте болды. Ал енді қарасаңыздар, мына жер түспей қалды. Ол жерді не істейміз? Ол жерді де осылай соңына дейін бояп алып, қайтадан мынаның үстін біз бір бассақ, міне біздіңкі кәдімгі борттағыдай кестеміз дайын болып шықты. Енді бізге сыныбы, мысалы бұл оқушылардың барлығы 7-ші сынып дейі, сыныбы дегенге бір мәрте 7 деген қоямыз. Енді қайта 7 деп жазып жүрмес үшін бұны автоматты түрде толтырамыз. Осы 7-нің үстіне апарып ұяшығымызды белгілегенде көріп тұрсыңыздар, иә. Астыңғы жағында мынандай курсорды апарсақ, ол осылай 4 қосу батырмасына өзгереді. Осы кезде, осы қосу батырмасы пайда болған кезде, осыны ұстап алып, міне астына қарай жылжытсақ, ол барлығы 7 болып авто толтыру арқылы толтырылды. Енді пәні, мысалы бізде барлығы информатика пәні дейге. Міне сыймай қалған жағдайда жаңағы әрекетпен былай сырғытсақ, ол сыйды. Енді барлығына информатика деп жазып отырып, немесе былай көшіріп, иә. Кейде біз былай көшіріп, қайтадан бүйтіп жатамыз ғой. Енді олай жасамас үшін авто толтыруды қолданамыз. Ол үшін осылай белгілеп алып, міне былай астына қарай сырғытсақ, міне бізде барлығы пәннің аты автоматты түрде толтырылып шықты. Енді осы жерде қарап тұрсаңыздар, мынау оқушылардың аты жөні жазылған қатардың арасын ашуымызға тура келеді. Мысалы, мына жерді ұстап алып, 3-ші қатарды, осындай белгі шыққан кезде ұстап алып, міне астына сырғытамыз, тағы да астына сырғытамыз да. Енді мынаны бояп алып,
жоғарыдағы міне мына жерге басып қоямыз. Бізде ол қазір мынада тұр деп. Мынада тұр. Енді мынаған басып қойсақ, міне сәл бір кестеміз әдемілеу болып көрінеді. Енді тағы да оны бояп алып, көріп тұрсыздар, мына жердегі мысалы, мынаны бассақ, ол жоғарыға қарай шығып кетті. Міне мынаны және мынаны басамыз астындағы, по центру, тура ортаға туралып қойды. Мысалы, қазір сіздерге көрсетейін, бояп алдық. Енді мына жерде тұрса, ол оң жаққа қарай ығысып тұр, Бұлай ол сол жақтан ығысып тұр. Міне мынау по центру ортаға және оны міне осылай қойып қоямыз. Сонда бір кестеміз әдемі көрінеді. Тура бортта жазғандай. Бортта да осылай жазамыз ғой. Енді келесі бізде оқушылардың тізімінің арасы былай ашылу керек. Енді әр қайсысын осылай ашып отырмаймыз. Оны автоматты түрде барлығы бірдей шығу үшін, мысалы мен оны осылай ашатын болсам, біреу арасының, кейбіреуінің арасы бірдей, кейбіреу үлкен, кейбіреу кішкентай болып қалуы мүмкін. Енді барлығын бірдей арақашықтықта қою үшін осы қатарды белгілеп аламыз, міне. Немесе бірінші көріп аламыз, мынаның арасы қанша ашылған, высотасы бізде 17-ден 25 екен. Барлығын солай қою үшін міне осылай белгілеп аламыз. Курсордың оң жағын басамыз, высота строкиді басамыз. Бізде 17-де 25 болды, Окей. Міне барлығы бізде бірдей ашылды. Біреу үлкен, біреу кішкентай болып қалған жоқ. Осылай автоматты түрде барлығын бірдей мөлшерге қоя аламыз. Ендігі кезекте, мысалы, біз осы жерде мынау аты жөні, сыныбы деген кейде осындай жазуды біз бір тігінен қоюымыз керек болып қалады. Ол үшін не істейміз? Тігінен қою үшін осылай бояп аламыз және курсордың оң жағын басып, формат ячеек дегенді үстіп басамыз. Осы жерде бізде выравнивание дегенді басамыз. Міне біздің қазіргі жазған жазуымыз осылай тұр, көлденеңнен тұр. Енді біз оны тігіненге ауыстыруымыз үшін міне мына жерде қызылдың үстін бассақ, ол былай бізде жылжиды. Міне осыған қоямыз 90 градусқа. Окейді бассақ, міне біздің жазуымыздың барлығы қалай түсті? Тігінен түсті. Енді бұл жерде көрінбей қалды, Енді бұны мына жерінен ұстап отырып, былай тартамыз. Міне былай тартамыз. Сонда біздің тігінен жазған жазуымыз анық көрініп тұр. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, мысалы енді ұпай санын жаздық, тест тапсырды, енді осы жерде бізде барлық жалпы ұпайын шығару керек болады. Ол кезде не істейміз? Ол кезде тағы бір кесте астына қосамыз, все границы деп. Енді бізде мына қатардың барлығы жоқ болу керек, және бізде ұпай саны деген жерге бізге пайыздық көрсеткішін көрсетуіміз керек болады. Осы жерге дейін жоқ болу керек. Ол үшін міне былай бояп аламыз. Сосын объединиттің үстін бір бассақ, міне біздің ұяшығымыз жоқ болып кетті, бірігіп кетті. Енді осы жерге жазамыз. Жалпы ұпайы деп қояйық. Жалпы ұпайы бізде ол, мына жерге біз жалпы тесттен ұпайы қанша жинады. Оны кәдімгі немен, ол туралы кейінгі сабақтарда көрсететін боламын. Осы жердегі жинаған балды біз қалай пайыздық көрсеткішке ауыстыру туралы келесі сабағында көрсетемін. Жалпы бүгін кесте құру сабағы. Мысалы, осы жерге жазайық 54-те 8 деген сияқты. 54-те 8 ұпай жинады. Мысалы, мынаны жалпы ұпай деген жазуымызды бұлай қасына мына жерге әкеліп, бұлай жылжытып қойсақ болады. Келесі бізде мысалы осы бағанды біз бір бояп қоюымыз да болады. Осы жерден мына жерге барсақ, кез келген түске бояп қоюымызға болады. Мысалы, бұлай бояп қоюымызға болады. Жалпы осылай кестені құрамыз, осылай құрсаңыздар болады Excel'де. Бүгінгі сабағымыз жалпы Excel'де кесте құру сабағы еді.
Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Осылай өздеріңіз Excel программасында осы видеоны көріп, өздеріңіз де жасап көріңіздер. Сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар. Келесі екінші сабағымызда кездескенше. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.